Есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары. Жер шарындағы әр баланы, тіпті ересек адамға ғажайып ертегі әлемін таныстырған Уолт Диснейдің есімі баршамызға белгілі. Арман мен қиялды өміріне арқау еткен бүгінгі кейіпкеріміз жайлы хабарымызға құлақ түріңіздер. Уолт Дисней 1901 жылы 5 желтоқсанда Чикаго штатында тұрмысы нашар, көп балалы отбасында 5-ші перзент болып дүниеге келді. Кішкентай Уолттың әкесімен арақатынасы нашар еді. Соның салдарынан бала Дисней анасы айтатын ертегілерден жанына жылу іздеді, қиялына қанат бітіріп өсті. Уолт 5 жасқа толғанда оның отбасы Канзас штатына көшеді. Канзаста отбасының материалдық жағдай айтарлықтай жақсы болғанына қарамастан, Уолт отбасы ортадан жоғары деңгейде өмір сүрді. Қиялшыл баланың әл-ауқатының артуына фермадағы жұмыс пен табыс оң әсерін тигізді. Тап осы мал фермасында суретші мультипликатор болашақта өз суреттерінде бейнелейтін жануарларды алғаш рет көреді. Уолт Диснейдің сол кездің өзінде сурет салуда өзіндік қолтаңбасы қалыптасты. Ата-анасының қарапайым қарындаш алуға ақшасы болмағандықтан, ол кәдімгі таяқ пен шайырды қолданып қабырғаларға сурет сала бастады. 13 жасына дейін Уолт әкесінің тапсырмасын орындап көшеде буклет таратумен айналысты. Кейін жасөспірім ретінде Уолт Дисней Францияға келіп, халықаралық Қызыл Крест санитарлық ұйымның жүк көлігінде жүргізуші қызметін атқарды. Бұл жерде оның шығармашылыққа деген құлшынысы ашылып, талғамы қалыптасты. Болашақ мультипликатор ертегілердегі барлық кейіпкерлерді көріп бетіне салып, қаламын ұштаумен айналысты. Өркениетті өзгерткендер. Үйіне қайта оралғаннан кейін Уолт жергілікті газетке мультфильм суретшісі ретінде жұмысқа орналасады. Алайда жұмыс беруші оның сурет салу қабілетін жоқтығын сылтауратып, бірден жұмыстан шығарады. Алайда бұл жағдай Уолт Диснейдің жігерін жасталмады. Керісінше ол сүйіктісіне бұрынғыдан бетер шындап кірісті. Ол көп ұзамай ескі гаражда жеке мультфильм студиясын ашады. Сол жерде өзінің күлегеш атауымен танылған алғашқы картинасын жасайды. Дегенмен Уолт Диснейдің тасы тауға бірден өрлеп шыққан жоқ. Қажырлы еңбекпен ашылған кішігірім компания алғашқыда сәтсіздікке ұшырайды. Несие берушілермен арада туындаған қиындықтан кейін мультипликатор Канзастан шұғыл түрде кетуге мәжбүр болады. 1929 жылы ағасы Ройспен бірге Лос-Анджелеске келіп, The Walt Disney Company деп аталатын мега корпорация ашуға кіріседі. Сіз білесіз бе? Уолт Диснейдің алғашқы коммерциялық жобасы 1924 жылы Алисаның теңіздегі күні атауымен шығады. Кейінірек компания 1927 жылы Освальд қоян туралы мультфильмдер сериясын жарыққа шығарады. Өкінішке қарай мультфильмді жасауға тапсырыс берушілер келісім шартты қолдан жасап, кейіпкердің авторлық құқығын иемденеді. Адал еңбегінің авторы бола алмаған Дисней сан соғып қалады. Дегенмен сүйіктісін тоқтатпайды. Осылайша 1928 жылы әлемге әйгілі Микки Маус туындысы дүниеге келді. Бейнелеп айтсақ, Уолт Диснейдің тоқыраудан осы тышқан құтқарып қалады. Дисней артынша көпке танылды. Кім ойлаған? 1929 жылы Аңғал симфониялар атауымен мультфильмдер сериясы шығады. Олардың бірі әйгілі Оскар жүлдесіне ие болды. 1935 жылы Үш шошқа, Микки дирижер, Ерекше пингвиндер мультфильмдері кинобайқауларда беделді сыйлықтарды қанжығалады. 1937 жылы шыққан Ақшақар және Жеті ергежейлі мультфильмі айрықша жетістікке жетеді. Мультфильмді түсіру үшін $2 миллион қаржы жұмсалды. Бұл сол кездегі ең алғашқы ұзақ және толық метражды мультфильм еді. Дисней компаниясына үлкен атақ даңққа келген туынды барлық шығындарды өтеп, біршама табыс түсіреді. 40 жылдардың соңында Дисней әлемде баламасы жоқ ойын-сауық саябағын құру туралы ойын жүзеге асырады. 1955 жылы Калифорния штатындағы алғашқы Диснейленд барша балалар мен ересектерге есігін ашады. Бүгінде Диснейленд жер шарының түкпір-түкпірінен өз жанкүйерлерін тапқан алып қалашық атанды. Бала Уолттың бір кездегі қиялы болған арманы шындыққа айналып, ертегі кейіпкерлеріне сенетін адамдарға таңғажайып әсер сыйлайды. Өркениетті өзгерткендер. Компания 1940-42 жылдар аралығында Буратино, Қиял және Бэмби атты 3 шедеврді жарыққа шығарады. Аталған мультфильмдер қазіргі күнге дейін әлемдік анимацияның классикасы саналады.
Walt Disney Америка киноакадемиясы сыйлығы тарихындағы ең көп Оскар жүлдесін алған компания. Киностудия 59 номинация бойынша ұсынылып, 22 рет жүлдегер атанды. Өзінің ғана емес өзгелердің де өміріне ертегі сыйлаған атақты мультипликатор 1966 жылы өкпе обырынан соң өмірден озды. Хабарды дайындағандар Дулат Абибулла, Аяулым Төкежанқызы, Қайсар Тұрмағанбетұлы, Сұңқарбек Батанұлы. Сіздер Қазақ радиосынан өркениетті өзгерткендер хабарын тыңдадыңыздар.